very excited to be able to introduce and have Janibek Nurish, the editor-in-chief of Antustik Rabat newspaper with us tonight, who is going to deliver a session on Kazakh media. Very excited because Janibek also participated in one of our Central Asia Media Exchange fact-checking and disinformation tours. This is an exchange program for journalists that he participated in 2019. And we are honored that he participated. It's a program that we're very proud to be able to send journalists on. And this is very important, especially because Janibek represents a growing and very important media aspect of Kazakhstan, which is the Kazakh language media environment. And we believe it's important to accurately address these elements in Kazakh. So this is our third workshop. We had two other ones, yesterday and on Wednesday. I want to thank our three speakers. That was Pavel Banikov, Ayganish Aidabekova, and of course, Janibek Nurish, for taking the time to host these sessions. These are fantastic professionals. They worked hard to introduce you to some helpful fact-checking tools and some techniques to research and to help you develop a more discerning eye for the news. So I hope you will leave these sessions with new skills and knowledge. Rahmet I Sao Baunizdar, if I pronounce that somewhat correctly. And Kamshar, I'll leave it to you to help translate. Thank you, Sean. Қайырлы кеш, құрметті қатысушылар. Біз бүгін 3 күндік факт-чекинг, яғни ақпаратты тексеру воркшоптарының 3-ші күніне сіздерді қарсы алуға қуаныштымыз. Уақыттарыңызды бөліп қатысып отырғандарыңызға рахмет. Бүгінгі біздің спикеріміз Janibek Nurish, Оңтүстік Рабат газетінің бас редакторы, және біздің акт-миссиясы ұйымдастырған орталық азиялық журналистерге арналған алмасу бағдарламасының қатысушысы. 2019 жылы дәл осы факт-чекинг тақырыбында турға қатысқан болатын. Бүгін біздің сессиямыздың форматы Janibek сіздерге презентациясын өткізеді. Соңында сіздердің сұрақтарыңызға жауап береді. Бүгінгі сессияны бөлек қазақ тіліндегі медиаға арнадық, себебі қазақ тілінде ақпарат тұтынатын адамдардың саны өсіп жатыр дейміз. Қазақ тілді медиа өзіндік бір бөлек ерекшеліктері бар орта, сондықтан оған арнайы көңіл бөлген дұрыс деп санадық. Бүгінгі сессиямыздан жаңа білім алып кетесіздер деген үміттеміз. Сондай-ақ осы алдыңғы 2 күнде кейбіреулеріңіз қатысқан боларсыздар. Павел Банников және Айғаныш Айдарбекова спикерлеріміз өте қызықты сессиялар өткізді. Бүгінгі сессиямызда сіздерге өте пайдалы болады деген үміттеміз. Бүгінгі айта кететін бір хабарландыру, сессиямыз жазылып жатыр видеосы. Болашақта ол видеоны біз шығаратын боламыз. Егер де камераларыңызды қосу немесе өшіріп қоямыз десеңіздер, өз еріктеріңіз, сіздерге ескертіп қояйық дедік. Сондай-ақ микрофондарыңызды өшіріп қоюларыңызды сұраймыз. Бір-бірімізге кедергі жасамау үшін, бәрімізге қолайлы өту үшін сессиямыз. Енді сөзді Janibekке берем. Janibek, сөз өзіңізде. Сәлеметсіздер ме? Мен Janibek Nurish, Шымкент қаласында тұрамын. Шымкент қаласында Оңтүстік Рабат деген газет шығады, Отырар медиа холдингіне қарасты. Сол газеттің бас редакторымын, және бұдан бөлек Бақ-Кезет ақпарат агенттігінің Шымкент қаласында тілшісі болып қызмет етемін. Және жаңа репортер сайтына редактормын. Ол жақта да медиа сын бойынша, яғни медиа критика бойынша мақала жазамын. Мен өткен жылы қыркүйек айында ақш-қа барып,
факт-чекинг және дезинформация тақырыбы бойынша Кемекс бағдарламасына қатыстым. Ол жақта ақш-тың факт-чекинг бойынша тәжірибесімен таныстым. Және мен өзім де 2017-2016 жылдардан бері осы факт-чек, ақпарат тексеру, ақпараттың шығуын анықтау бойынша сирек те болса мақалалар жазып тұрамын. Редактор болған себепті де ақпарат тексеріп, қарап отыруыма журналистика жүргеннен тура келіп отырады. Сонымен мен енді презентацияны бастайық. Сіздерге көрінеді ма презентация барлығы? Егер көрінетін болса, белгі беріп қойсаңыздар чатқа. Плюс белгісі басып па, қандай да бір. Рахмет. Сонымен жалпы ең алдыменен әңгімені фейк, менің бүгінгі тақырыбым қазақша медиадағы фейктер, WhatsApp-тара таралатын фейктер туралы болып отыр, және ақпарат тексерудің, ақпараттың рас өтірігін анықтаудың қарапайым дағдылары, қарапайым машықтары туралы айтамын. Сонымен ең алдыменен фейк табиғаты туралы айтып көрейік. Жалпы фейк не үшін қалай пайда болады? Фейк дәл қазіргі таңда аудиторияны адастыру үшін, немесе аудиторияны бір жаққа бағыттау үшін, немесе шатастыру үшін, одан кейін қандай да бір мекемені, қандай да бір тұлғаны, қандай да бір адамды, яғни қаралау үшін шығуы мүмкін. Одан кейін бір оқиғаның басқа бір оқиғаға басқа бір мән беру үшін шығуы мүмкін. Бұдан бөлек қазіргі таңда бізде бір жиі кездесетін жағдай бар, ол сайтқа, ресурсқа трафик тарту, аудиторияның көзіне көбірек түсу, және де тағы бір себеп осы арқылы ақша табу, яғни аудитория сайтқа келетін келушілердің қатарын көбейту арқылы да қандай да бір жарнама түрлерін тарту, трафик тарту арқылы табыс табу, көбіне осындай жағдайда болып келеді. Сонымен мен мұнда бірінші сөзді алғаш фейктің мағыналық түрлеріне қарай айтқым келіп отыр. Бізде қазақша медиада көбінесе таралып отыратын фейктің бір түрі бар, ол тарих, тұлғалар, патриотизмге әсер ететін мазмұндағы фейктердің шығарылуы, яғни бір тарихи тұлғаға қатысты мәліметтер жариялайтын болады, немесе белгілі бір ұлтқа жағымсыз көрінетін тұлғаға қатысты жағымды образдағы ақпараттар жариялайтын болады. Одан кейін ұлттың бір жаңағыдегі мерейін өсіретін, оның мерейін көтеретін, оны бір қуантатын, осындай мазмұндағы кейбір тақырыптар шығып жатады. Соның бір мысал ретінде, мысалы, осы жақында ғана Қазақстан халқы саны 19 миллионға жетті деген ақпарат өте көп тарады. Инстаграмда тарады, түрлі пабликтерде тарап жатты, сілтемелер тіпті сайтқа шығып кетті. Бұл ақпаратты бәрі бөлісіп жатты. Қуанышты ақпарат, яғни Қазақстан халқының саны 19 миллионға жеткені, яғни 18 миллион 19 миллион болғаны қуанышты болып көрінгенмен, шын мәнісінде бұл ресми статистикаға келсек, бұл жалған ақпарат. Соның бір мысалы, мәселен, Түркістан News сайтында, бірінші Түркістанда ақпарат портал деп таныстыратын сайтта Қазақстан халқының саны 19 миллионға жетті деген ақпарат таралған. Бұл жерде бұл ақпараттың бір несі ешқандай ресми органға сілтеме бермеген, тек қана Интерпол KZ дегенге сілтеме жасаған. Newsroom-ға жасаған, Newsroom-ға Интерпол KZ-ге сілтеме жасаған. Бұл ақпарат енді 19 миллион, қалай тез арада 19 миллионға жеттік, былтыр ғана 18 миллионның орта тұсында едік қой деп күмән туғызуы мүмкін. Сол кезде егер бір тексеріп қарайтын болсақ, статистика сайтын тексеруге болады, ол жақта ресми мәліметті. Ал бұдан бөлек, мына ақпаратқа күмәнданатын болсаңыз, осы адрес тексеруге болады. Яғни Интерпол KZ дегеніміз қандай сайт екенін көруге. Бұзда байқасақ, міне Интерпол KZ деген сайт мүлдем жоқ екенін байқаймыз, және оның домені қазіргі таңда сатылымға шығарылғанын байқаймыз. Ал бұл жерде Түркістан News сайты Қазақстан халқы саны 19 миллионға жеткен және асып кеткенін хабарлап ақпарат таратты. Бірақ бұл ақпарат кейіннен факт-чекинг ресурстар теріске шығарды. Бұл жерде
ақпарат тексерудің бір дәлелі бар, ол күмәнді болатын болсаңыз түпнұсқа сайтқа сілтеме жасап көріңіз. Егер түпнұсқаға сілтеме жасағанда ол сайт ашылмайтын болса, немесе сілтеме дұрыс болмаса, ол сілтемеде материал өшірілген болса, онда ақпарат күмәнді болуы мүмкін. Содан кейін ары қарай басқа ақпарат тексере бересіз. Мен экран көрінбей қалды ма? Жанбек, қазір экраныңыз өшіп тұр. Қазір өшіп тұр ма? Егер басқалар көріп тұрған болса, өзіңіздер. Жаңа Интерпол деген сайт Түркістан Ньюс көрінді ма сіздерге? Түркістан көрінді, Интерполдың несін ашып көрсеткеніңіз көрінді. Содан кейін. Онда қазір қайта көрініп тұр ма? Қайта сілтемен қайта ашып көрейін, менде неге олай болды. Жаңа бір мысалы, енді осы 19 миллионға жетті деген жақсы ақпарат болғанымен, бұның да өтірігі расын тексерген кезде күмән туатын болса, осылай жасауға болады. Одан кейін келесі бір мысал айтып көрейін, ол өте ескі ақпарат. Осыдан қанша жыл бұрын, ұзақ уақыт бұрын жарияланған. Бұл ақпараттың өтірігі сол, Шымкентте Ленин ескерткішін жөндеуге 102 миллион теңге бөлінді деген ақпарат тараған. Экран көрініп тұр ма? Неге бұлай болып жатыр? Дауысым естіледі ме сіздерге? Экран көріне ма? Шымкент әкімдігі... Экран көрініп тұр, даусыңыз. Шымкент әкімдігі Ленин ескерткішін жөндегелі жүр деген тақырыпта. Бұл негізі, бұл ақпарат 2017 жылы шыққан, және бұл ақпарат әуел баста Шымкентте Ленин ескерткішін жөндеуге 102 миллион теңге бөлді деген ақпарат болатын. Бірақ кейіннен факт-чекинг ресурстар бұның ақпаратқа күмән келтірді. Мен өзім Шымкентте тұрам, және бұның өтірік екеніне мен де білемін, бұның өтірік екенін. Және де бұны республикалық сайтта мысалы жарияланғаннан кейін, факт-чекинг ресурстар ақпарат жариялағаннан кейін, адамдар шулап бастағаннан кейін, оның мүлдем басқа мазмұнда екені мәлім болды. Бұл ақпараттың о бастағы тақырыбы Шымкентте Ленин ескерткішін жөндеуге 102 миллион теңге бөлінді деген ақпарат болатын. Кейіннен бұл мүлдем өзгеріп, тақырып өзгеріп кетті. Неліктен? Бұл бізде Шымкент қаласында металлургтар саябағы бар, сол саябақта Лениннің мүсіні бар болатын. Бірақ бұл жерде 102 миллион теңге соның ішіндегі Ленин ескерткішіне емес, ол сол саябақты, үлкен саябақты жөндеуге беріліп отыр. Және оның тех спецінде, яғни тех сипаттамасында ескерткіш жөндеу туралы айтылмаған. Бірақ бұл жерде сол менің ішінде ескерткіш болған себепті ақшаны соған бөлінетін сияқты көрсетіп ақпарат таратқаннан кейін бұл біраз шулатып, қоғамда бір талқылау тудырып, мына сәйкесінше сайттың құралымы артып, осылайша ақпаратқа басқаша мән беріліп кетті. Енді тағы бір ақпарат сіздерге айтып көрейін. Осыдан енді тарихи тұлғаға қатысты бір ақпарат болсын. Осы 2013 жылдары Кенесары ханның бас сүйегі табылды деген ақпарат тараған болатын. Бұл ақпарат тарағаннан кейін өте көп адам оны талқылады, WhatsApp-тарға шығып кетті, көп сайттар басты. Бірақ кейіннен бұның мұндағы ешқандай қатысы жоқ екені мәлім болды.
Міне бұл ақпаратта бір 31-ші телеарна 30 туралы кең таралған ақпарат туралы материал жасаған екен. Бұл жерде Кенесары ханның бас сүйегі таралып кеткені, бас сүйегі табылған туралы ақпарат таралып кеткенін бұлар тексеріп көрген. Және осылайша телеарнаның өзі де факт-чекинг мазмұнында материал жасаған. Және бұның Кенесарының бас сүйегі емес екені, бұл Кенесары хан туралы фильмге арналған муляж екені, яғни декорациялық зат екені белгілі болды. Осы сурет әлі күнге дейін Кенесары ханның бас сүйегі деп іздесеңіз, кейде осы сурет шығып тұрады және оны пайдаланатындар болады. Бірақ бұл шын мәнінде ешқандай Кенесары Қасымұлы тұлғаға ешқандай қатысы жоқ, мүлдем басқа бағыттағы сурет. Міне бұл жерде айтып отқанымыз бірнеше мысал келтірдік. Ұлтқа, тарихқа, жалпы патриотизмге әсер ететін мазмұндағы фейктердің шығуы және олардың кең көлемде таралуы. Келесі бір мысал, бір аймақ немесе бір ел өмірін қамтыған шулы оқиғалар, түрлі апаттар кезінде таралатын фейктер. Мұның бір мысалы былтыр Арыс жарылысы кезінде түрлі видеолар тарады. Сол видеолардың бір мысалы мүлдем қатысы жоқ тақырыпта болды. Ол Арыста жарылыс видеолар болғаннан кейін оларға қатысты басқа да жарылыс видеолар тарап кетті. Өте көп таралды. Соның бірі үлкен бір жарылысты 5 қабатты үйдің немесе өте биік үйдің жоғары қабатынан түсіріп таратқан видео болды. Ол жерде жарылыс, дүрсін жарылыс болып жатыр. Соны видеосы таралып, мынау Арыста екен, Арыста болған екен деп айтылып жатты. Мен сол ақпаратты жаңа репортер порталына тексеріп көрген кезімде, осы жерде бұл ақпараттың қалай тексердім? Ең алдыменен мен бұл ақпараттың Арыста болмағанына күмән келтірдім. Біріншіден, өйткені видеодағы сөйлемдер, сөздер Арыс қаласының тұрғындарына ұқсамайтын болды. Содан кейін Google іздеу жүйесі арқылы анықтап көрдім. Бұл жерде екі күмән болды. Жаңағы сөздің айтылуы, одан кейін видеода қарағанымызда видеодағы ағаштардың ешқайсысы жасыл емес, сұрғылт түсте болды. Ал жарылыс жаз айында болатын, ағаштар жасыл болатын ол кезде. Екінші себеп видеода дауыстар еді. Мұның бәрі Қазақстан оңтүстігінде болып жатқанда күмән тұрды, өйткені видеодағы адамдардың бәрі орысша сөйлейді. Содан кейін мен бұны тексеру барысында ең алдыменен сөздерді тексердім. Сөздерді тексеру арқылы бұл басқа бұған дейін мүлдем бұрын осындай сөздерменен ақпараттар болған анықталды. Міне, украинский апокалипсис, апокаликон видео страшных деп тұр. Бұл 2017 жылы жарияланған. Ал Арыста жарылыс 2019-да болған еді. Осылайша видеоның Арысқа қатысы жоқ екені дәлелденді, бұрын пайда болғаны. Одан кейін тексере келе бұның қайдан шыққаны, видеоның қайда түсірілгенін анықтап көрдік. Одан кейін іздестіре келе қашан түсірілгенін бәрін анықтап түпнұсқа хабарға жеттік. Бұл Иван Шафрат деген кісінің жариялаған видеосы болып шықты. Яғни видеоны скринге алу арқылы тексердік, сөз арқылы тексердік. Мінекейіңіз түпнұсқаны таптық осылайша. Бұл оқиғаның Харьков облысына қарасты Балаклея қаласында оқ-дәрі қоймасының жарылысынан болғаны мәлім болды. Бұл осы Арыс оқиғалары кезінде, бұл 2017 жылы болған жарылыс, біздің Қазақстан телеарнасы 2019 жылы сол видеосы тарап жүр. Бұл Арыс оқиғасының кезінде фонында осы оқиғаны пайдалану арқылы біреулер тарап кетіп қалған, және бұл Арыста болған сияқты қабылданған. Сосын осы таяуда ғана мамыр айының басында бізде Арыста не болды? Мақтааралда су тасқыны болды. Тасқын су, топан су, яғни Өзбекстан тарапында Сардоба су қоймасы бөгеті бұзылып, біздің Мақтаарал ауданының бірнеше ауылдарын су басып қалды. Оқиғадан хабарларыңыз бар шығар. Міне осы оқиғада кейін су қоймасындағы балықтар жиналып келіп, неге барды? Мақтааралдың осы жаңа топан су басқан ауылдарында тарады, оны адамдар ұстап, балықтарды жеп жатты, сатып жатты. Осыдан кейін Түркістан облысының әкімдігі Мақтаарал ауданында су басқан ауылдарды балық аулауға тыйым салынды деген ақпарат таратты. Және ол жерде ол балықтардан түрлі ауру тарағаны, және ол балықтарды жеуге болмайтыны, ішінен түрлі бактериялар анықталғаны белгілі болды. Және осы ақпарат тарап кеткеннен кейін оның артынша
мына топан судың барлығы жиналып келіп Сырдарияға барып құйылады екен, ол Шардараға барып құяды екен су қоймасына, содан кейін ол жердегі балықтарды 2 жылға дейін жеуге болмайды деген мазмұндағы ақпараттар тарады. Бұл ақпарат бұл жерде Мақтааралда оқиған осындай жалған ақпаратқа қалай пайдаланды? Әкімдік тыйым салды, балық жеуге болмайтынын айтып, қауіпті екенін айтып, бірақ әкімдік оны 2 жылға дейін жеуге болмайтынын айтпады, онда ештеңе айтпаған. Бірақ осыны пайда ойлаған бір енді кісілер шығар, кім екені белгісіз ғой. Солар бұл ақпаратты алып 2 жыл жеуге болмайды екен деп тағы бір айтып, шулатып жіберді. Және мұның салдары қалай болды? Фейк ақпараттың салдары өте ауыр болады негізі. Бұл қалай болды? Бұның салдары біздің Отырар телеарнасы бұл туралы сюжет жасады. Күніне 100-деген келі балықты қоқысқа тастаймыз деген. Фейк ақпараттың салдары Шымкент қаласында балықтың сатылмай қалуына әкеліп соқты. Яғни Шымкент қаласында адамдар жаңағыдай фейк ақпаратқа сеніп, балықтың барлық балық Шардардан келіп жатыр екен деп ойлап, балық жемей қойды. Сондықтан балық сатып алушылар мүлдем азайып кетті. Осыдан келіп, балықтың саудасы жүрмей қалып, міне көрдіңіздер ме, осылайша балық мүлдем сатылмай қалды, балықтардың бәрін қоқысқа тастап, адамдар енді экран бәрі көрініп тұр ма? Яғни бұл жерде бір аймақ, яғни оңтүстік өңірінде болып жатқан, Түркістан облысы аумағында болып жатқан ақпаратты бұл азаматта жаңағыдегі фейк таратушылар алды дағыны мүлдем басқа мән беріп, балық сату кәсібіне өте үлкен орасан зиян келтірді. Яғни сатушылар, саудагерлер балықтарын сата алмай шығынға батып жатыр. Ол жерде балық мүлдем Шардардан келмеген де балықтар бар, басқа жақтан келген балықтар бар, Шардардан келгеннің өзі тексерілген балықтар бар. Енді жаһандық сипатта оқиғаларға, әлемге танымал тұлғаларға қатысты таралатын фейктерге тоқталып өтейік. Оның қазіргі мысалы коронавирус, дәл қазіргі болып жатқан COVID-19 вирусы. Осы бойынша бір тараған ақпарат бар. Мәселен, коронавирусты 2-ақ күнде емдейтін дәрі табылды деген ақпаратты Айқын газетінің Айқын KZ порталы жариялады. Және бұны қарасаңыз, қаралымы 12.100, яғни 12.000-нан асып кеткен болып отыр. Бұл сайт үшін жақсы көрсеткіш шығар. Бұл жерде тақырып қалай қойылған? Тақырып адамды елең еткізетін мазмұнда, елең еткізіп сілтемеге өтіп, қазір бәрі қорқып үрейден жүрген себепті елең еткізетін сипатта қойылған, бірақ шын мәнісінде бұл тақырыпта манипуляция бар. Яғни бұл жерде осындай Австралиялық университеттің ғалымдары дәрі тапқанын айтады, бірақ шын мәнісінде ол зертханалық тәжірибелер ғана. Яғни оны әлі адамға қолданған жоқ, оны әлі өндіріске шығарған жоқ жалпы. Сондықтан бұл жерде ақпаратты, тақырыпты қойған кезде, дәл қазір коронавирус кезіндегі адамдардың үрейін пайдалану шығар. Осылайша тартатын тақырып қойып, сайтқа аудитория тарту мысалы көрінетінге ұқсайды. Тағы бір мысал келтіріп өтейін, ол Instagram аккаунттардың бірі Қазақ Информ деген атаумен қойылған аккаунт. ақш-та коронавирусқа қарсы вакцина ойлап табудың сәл алдында тұрған ғалымды өлтірген туралы жазады. Қарасаңыз, тақырып елең еткізеді, жұрттың бәрі қазір вакцина табуға тырысып жатыр. Неге ғалымды өлтірді деген қызығушылық туындап, бұл ақпараттың астында өте көп, қараңыз, 11.200-дей лайк жинаған және өте көп талқылау болған, адамдар өте көп пікір жазған, пікірлер өте көп. Бұл ақпараттың өтірік екені анықталды. Фактчек KZ авторлары тексеру жүргізіп,
бұл ғалымның ешқандай вакцина ойлап табу алдында жүрмегенін, тек қана вирустың адамға әсері туралы зерттеп жатқан, және ол тек қана коронавирус қана емес, басқа да көптеген вирустардың адамға әсерін зерттеп жүрген ғалым екені, және оның өлімі, бұл кісінің өлімі орада екі ортадағы бір түсініспеушіліктен, келіспеушіліктен болып қалған анықтаған. Бұл жерде біз нені көріп отырмыз? Бұл жерде ақпаратқа басқаша мән беріп отыр. Яғни вирустың адамға әсерін зерттеп жүрген ғалымға ол коронавирусқа қатысты вакцина ойлап таппақшы болды деген мән беріп, және оның өлтірілгенін қосып, осы арқылы аудиторияны тартып, елтіп, жұрттың бәріне бұл таралып, көп жерде таралды. Осылайша бұл әсер етті. Осы жерде бір байқайтын нәрсе бар, ол аккаунт Қазақ информ деп аталады. Бізде Қазинформ ресми ақпарат агенттігі бар, Қазақпарат ресми агенттігі, халықаралық ақпарат агенттік, бұл ресми саналатын ақпарат агенттік. Осы ақпараттың атауына ұқсайтын Қазинформ деген атау ұқсас атау, бұл да адамдар елең ететін болуы мүмкін, сенуі мүмкін. Ал шын мәнісінде Қазинформның, Қазақпараттың, яғни Қазинформ деген арнайы осындай көп расталған өзінің аккаунты бар. Және ол жақтағы мұндай мазмұндағы ақпараттар жариялану неғайбыл. Бұл жерде не болып отыр? Бұл жерде коронавирусты пайдаланып отыр сөзде, одан кейін өлім факторын қосып отыр, одан кейін вакцинаны қосып отыр, тағы да бұған қоса аккаунттың өзі де қойылуының өзі адамды жаңағыдегі Қазинформ хабарлап жатқан болуы мүмкін ғой деген сияқты сенім туғызатындай. Ал шын мәнісінде мүлдем басқа мазмұндағы. Тағы бір бар, ол мұнда мысал келтіріп өтейік. Осындай вирус кезінде бір дауды пайдаланған, ол Адырна деген портал енді әлем бұрынғыдай болмайды деген тақырыпта вирустың адамзатқа әсері туралы бір кісінің постын, Фейсбуктағы постын болуы мүмкін, соны жариялаған, және бұл өте көп пікір жинаған, 9510 пікір жинап отыр. Тақырыптың өзі өте бір айқайлап қойылған, мазмұнда қойылған екен. Бұл жерде көп нәрсе айтылады. Бұл жерде вирус таратқан топтың қолында 80% қаржы бар екен, әлемнің 80%. Бұл биоқару екенін айтады, бұл алғаш Қытайда сыналғанын айтады, сосын таяу шығысқа келген, жалпы әлемді аралап жүрген бәрін айтып, осындай, бірақ қандай вирус екенін аталмайды. Бұл қандай вирус екенін аталмайды. Бірақ адамдар вирус деген кезде дәл қазанда коронавирусты ойлауы мүмкін ғой. Сондықтан осы жерде ақпаратта осындай бір мазмұн бар. Бұл жерде бұны материалды Адырна KZ порталы таратып отыруының өзі қандай да бір автордың Фейсбуктағы постын алып жариялау өте дұрыс емес көрінеді. Және мұндай мазмұндағы ақпараттарды ресми тіркелген медианың жариялануы да кәсібилікке сын болып қабылданады. Және бұл ақпарат бір жағынан ойға жетелейді, просмотры, яғни қаралым саны өте көп болған себепті 9511 өте көп просмотр, әжептәуір просмотр болып саналады ғой, 10.000-ға жуық. Бұл осы ақпарат адамдарды бәлкім сайтқа тарту үшін болған болуы да мүмкін, трафик тарту үшін де. Және бұл дұрыс емес ақпараттардың бір сипаты. Сонымен енді қазіргі уақытта мессенджерлерде, яғни WhatsApp-та көбінесе жалған ақпараттар өте көп таралып жатады. Соның бұл енді мессенджер бәрі қолданатын себеп болса керек, және біз мессенджерде ақпаратқа көп адамдар сенетін де себеп болса керек. Осы жерде қазір мен бір мысал келтіріп кетейін. Мессенджерде таралатын ақпаратты қабылдағанда қандай ерекшеліктерді ескеру керек? Қазір суреті жайы ашылып жатыр екен. Суреті жайы ашылып жатыр, қазір ашыла берсін, жүктеліп. Ақпаратты, мессенджерде ақпарат тараған кезде нені ескеру керек? Біріншіден, ол ақпарат бұған дейін сізге қайдан келген? Адам өзі жазып отыр ма, әлде бір жақтан көшіріліп келген болуы мүмкін ба? Осыған мән беріңіздер. Одан кейін ақпаратта айқайлаған, эмоцияға толы мазмұнды сөздер болуы мүмкін. Соған да
өте мән берген дұрыс. Одан кейін ақпарат адамға бір адамның үрейін оятатын, адамды эмоциясын оятатын мазмұндағы сөздер көп қолданылса, бұл ақпаратта жалған, өтірік сипат болуы мүмкін. Сіз мессенджер арқылы таралып жатқан қандай да ақпараттың сенуден бұрын оның фейк екеніне баса мән беріп отыру. Мәселен, мына ақпарат аспирин коронавирусты емдейді деген қазір бір видео текст тарап жүр ғой, мәтін тарап жүр. Осы мәтінді қарайық, мұнда көшіріп жөнелтілді деген, яғни басқа жақтан көшіріліп келгені көрініп тұр. Одан кейін бұл жерде қарасаң сос, яғни эмоция шақыратын бір мазмұндағы эмоцилер қойылған. Одан кейін бас әріппен жазылған сөздер көп бар. Одан кейін бұл жерде аспирин емдейтінін көрсеткен, және срочно, жедел, шұғыл деген секілді сондай мазмұндағы, адамды әрекетке шақыратын, адамға әсер ететін мазмұндағы ақпарат, яғни болса, бұл фейк болуы әбден мүмкін. Бұл жерде аспирин коронавирус емдейтін айтылған, шын мәнісінде олай емес. Енді медиада таралатын ақпараттың рас өтірігіне көз жеткізу үшін мән беретін нәрселер деп отырмыз. Медиада таралатын ақпараттың рас өтірігіне көз жеткізу үшін ең алдыменен медиадағы сол ақпараттың тақырыбына мән беріңіз. Егер айқайлаған бір эмоция шақыратын мазмұнда тақырып болса, бұл жалған болуы әбден мүмкін. Екіншіден, сол медианың өзіне қараңыз. Ол медиа оған дейін де фейк ақпараттар таратуменен көзге түскен болса, демек бұл тағы да өтірік болуы мүмкін. Одан кейін авторға да мән берген дұрыс. Кейде материалдың авторы көрсетілмейді, немесе авторында бір псевдонимдер тұруы мүмкін. Қыр баласы, сақтан деген секілді, немесе сондай бір өмірде адам есімі кездеспейтін мазмұндағы ақпарат адам жөнінде жазылған болса, бұл да фейк ақпарат болуы әбден мүмкін. Одан кейін ақпаратты тексеру деп айтайық. Енді ақпарат тексеру, осы жерде мен бір тәжірибемен бөлісіп кетейін. Ақпарат тексеру, іздеу жүйелерінде ақпарат тексерудің көптеген тәсілі бар. Оны сілтемелерін тағы да қосымша бөлсем, чатта. Енді осы жерде мен бір ақпарат тексеріп көрейік. Сіз бір ақпарат көрдіңіз делік. Ақпарат көрдіңіз, ол ақпараттың рас өтірігін білгіңіз келіп отыр. Немесе бір сурет көрдіңіз, суреттің қаншалықты рас өтірігін тексергіңіз келеді. Сол кезде мен өзім мәселен Яндекс қызметін пайдаланамын. Сіздерге Яндекс қолданатындарыңыз араларыңызда бар ма? Егер болса, қосу белгісін басып қойыңыздар. Мен осы Яндекстің керемет қызметі бұл Яндекс сурет іздеген кезде суретке индексацияны өте жақсы жасайды, және суретті өте жақсы іздейді. Және суреттің бөліктерін іздеуге болады. Мен қазір өз мысалымда көрсетейін. Мәселен, менің өзім суретім, қазір жұмыс үстелімде өзім суретім бар. Осы суретті алдым. Мынау менің мысалы 2019 жылы былтыр түсірілген суретім, фотосуретім, Шымкент қаласында түсірілген. Енді осы сурет туралы мен интернеттен ақпарат іздеп көрейін. Осы суретке ұқсас суреттер мысалы қазір тапты, бірақ бұл суреттердің ешқайсысы мен емес, бұл суреттердегі. Ал енді осы суретті мен өзім іздеп көрейін Яндекстен, осы сурет арқылы. Ол үшін Яндекстің фрагмент, яғни суреттің бір үзіндісін таңдайтын үлгісі бар, қызметі бар. Сол арқылы мен өзімнің жүзіме, яғни бет-келбетіме іздеуді қойсам, мен қазір дәл өзімнің жүзімді ғана белгіге алып іздедім. Қарасақ, мені тауып берді. Похожие картинки, яғни ұқсас картинкалардың ішіндегі менің суретім кемі, мына жерде қанша сурет бар? 30-ға жуық сурет болса, соның ішіндегі 10 шақтысы менің суретім. Бұл суреттердің бәрін мен өзім жариялағанмын. Мұнда менің өзім суретті, яғни бұл суреттерді маған тауып беріп отыр. Мен емес, бірақ бастапқы 4 сурет мен болып отырмын. Яғни бұл жерде Яндекстің іздеу қызметінің мықтылығы соншалық менің жүзім арқылы сурет тауып беріп отыр. Мүлдем басқа да тағы бір суретім тауып берді. Бұл 2013 жыл түскен сурет. Яғни Яндекстің картинка іздеу қызметі өте сапалы жұмыс істейді. Осы мысалда сіз өзіңіздің де суреттеріңізді осылай іздеп көрсеңіз болады, үлгісін фрагмент таңдау арқылы.
Немесе мәселен басқа бір не іздеп көрейік осы суреттен. Менің футболкамдағы, яғни киімімде көрген іздейік. Бұл футболкада принттерді тауып беріп отыр, бірақ дәл менің тақырыбыма қатысты суретім, футболкамда суретке қатысты таппады. Бірақ адамның жүзін өте керемет істеп тауып беріп отыр, яғни адам келбетіне индексацияны өте жақсы жасайтынын көрсетеді. Жалпы видеоны сурет тексерудің іздеу жүйелерінің ерекшеліктері өте көп. Осы жерде Яндекстің бір іздеу қызметі бар, ол осы жерде суретті тақырып бойынша іздеуге болады. Бұдан бөлек ақпарат іздеген кезде де Кенесары бас сүйегі деп іздеп көрейік. Егер осыған қатысты мысалы фильтрмен іздеуге де болады. Осы жерде суреттің несін, жаңағыдай көлеміне қарай іздеуге болады, түр түсіне қарай іздеуге болады, одан кейін файл түрін іздеуге болады, және белгілі сайттардан да іздеуге болады. Қай сайттан іздейтініңізді қарап көрсеңіз болады. Бұдан бөлек жаңағыдегі Google-дың да осындай салалас, дәл осындай Google картинка қызметі бар. Ол жақта да қазір іздеп көрейік. Google-дың Google сурет қызметі арқылы. Қазақша іздеумен таппады ғой Google картинка. Google-дың сурет іздеу қызметі арқылы іздеп көрейік. Яндекспен салыстыра қарап. Өз суреті мысалында іздеп көрсек, тауып берем екен. Google картинка мысалы мүлдем басқа тақырыптарда сурет шығарып беріп отыр. Осылайша жалпы байқап қарасақ, Google-дың іздеу қызметінде сәл-пәл Яндекспен салыстырған кезде іздеу қызметі әлсіз екенін байқаймыз. Сондықтан картинка арқылы ақпарат іздегенде Google-ды пайдалансаңыз болады. Одан бөлек видео іздеген кезде де видеоның скрин жасап іздеуге болады, қандай да бір видеоның. Одан кейін видеода жаңағыдегі YouTube-тан іздейтін осындай видеоның YouTube-тағы видеоның қашан пайда болған іздейтін қызметтер бар. Осы сілтемесін чатқа бөлісіп қояйын. Енді жалпы ақпарат сауаттылығына келіп отырған кезде қандай қызметтер бар, қандай платформалар бар оқуымызға болатын, соларды бір уақыт бөлісіп өтейін. Мәселен, фактчек KZ сайты бірінші қызмет ретінде ұсынам. Бұл қызметті жалпы сіздер осы презентацияға және осындағы бөлінген сілтемелердің барлығына яғни доступ алу үшін мен чатқа бір сілтеме бөлісіп қояйын. Google Drive-та осы сілтемеге өтіп, яғни осы мәтінді және осы презентацияны, мысалдарды тағы да өзіңіз қарап жүктеп алуыңызға болады, көріп отыруыңызға болады. Осы сілтемеге өтіп, фактчек сайт қызметі, фактчек KZ қазақ қызметін пайдалануға, одан кейін фактчек KZ-тің фактчек академия атты фактчекинг оқытатын қызметі бар. Осында өзіңіз курс өтсеңіз болады, өте қарапайым тілде, өте жақсы жасалған курс. Сабақтары бар, барлығы 6 сабақ, 6 сабаққа қатыссаңыз, жалпы ақпарат іздеудің қарапайым машықтарын бәрін оңай меңгеріп аласыз. Бұдан бөлек фактчекинг туралы кітаптар бар. Медианет шығарған, Медианет ұйымы аударып жасаған кітап, ол жалпы фактчекингтің болашағы және мүмкіндігі туралы айтады. Бұл да қызметті жаңағыдегі кітапты осы сілтемеге өтіп көшіп алуыңызға болады. Жоғары оқу орнының медициналық кітабы бар. Одан кейін ЮНЕСКО-ның цифрлы кітапханасы бар. Осы кітапханадан да көп мәлімет қазақ тіліндегі кітаптарды алып оқуға болады.
сочпай қалып отыр ғой. Мәселен, мынау PDF кітап медиа және ақпарат сауаттылық туралы өте 2015 жылы жазылса да, өте түсінікті тілмен, өте жақсы, мазмұнды жазылған кітаптың бірі. Бұл да ақпарат тексеруге, медиалық дамытуға көп септігі тиеді деген ойдамын. Одан бөлек, журналистикада жалған ақпараттар туралы, жалған жаңалықтар туралы тағы да бір ЮНЕСКО-ның қолдауымен аударылған қазақ тілінде басылған кітап бар. Журналистика, жалған жаңалықтар, жалған мәліметтер. Осы кітапты да оқып танысуға ұсынамын. Одан бөлек, қазір коронавирус туралы үрей өте қатты күшейіп тұр ғой. Сондықтан біз жаңа репортер, одан кейін факт-чекинг, факт-чек.kz, факт-чекинг ресурсы және 3 точки, знаешь, что смотришь деген осындай Фейсбукта парақша 3 осы жаңағыдай сайт бірігіп, ресурс бірігіп, коронавирус туралы кең таралған фейктердің несін жасады, базасын жасады. Бұнда сіз келсеңіз, қарасаңыз, өте көп ақпарат алуға болады. Mesela дәл қазір аспирин коронавирусты емдейді фейк деген ақпарат та тұр. Осындай өте көп мазмұндағы фейк жаңалықтар 50-ден астам, бәлкім 60-қа жуық шығар, және бұл ұдайы жаңарып отырады. Айма-ай осы коронавирус әңгімесі басталғалы бері, яғни төтенше жағдай жарияланғалы бері, тіпті белсенді жаңаланып, өте көп ақпараттар осында жинақталды коронавирус туралы. Туған-туысқан таратып қойсаңыз да болады. Мен сілтеме топқа бір бөлісіп қояйын. Сайтқа өтіп танысуға болады. Одан бөлек, мұнда фотофейктер, яғни фото түрінде таралатын фейктердің де топтамасы бар. Мысалы, қарап отырсаңыз, мына суреттер естеріңізге түсіп қалатын шығар. Мысалы, жаңағыдегі Қытай Халық Республикасы басшысының мешітке барған туралы ақпараттарға қатысты болды. Одан кейін мұнда Мексикада карантин кезінде жаппай тонап жатыр деген ақпарат тарады, бірақ ол шын мәнісінде 2017 жылғы наразылық кезінде түсірілген видео екені мәлім болды. Осындай түрлі мазмұндағы ақпараттар, шай коронавирусты емдейді деген WhatsApp-та, Telegram-да ақпарат тарады. Осындай мазмұндағы ақпараттарды анықтап, соның жинақтап осында салып отырамыз. Егер қандай да бір сұрақтарыңыз болса, осы топта чатта жазып қойсаңыздар болады. Енді жалпы осы жерде бір айтатын нәрсе бар. Жаңа біз айтып өттік қой, ақпарат неліктен фейк ақпаратты кейбір сайттар жариялайды деп, яғни ресми бақтар неліктен жариялайды. Оның бірнеше себебі болады. Біріншіден, көбіне алданып қалып жатады. Яғни ақпараттың рас өтірігін білмейді, бірден жариялап жібереді. Бұл бір себебі. Екінші себебі бар, ол екінші себебі адамдар ақпаратқа не алғысы келеді. Сол материал жариялау арқылы өзінің сайтына аудиторияны трафик тартқысы келеді. Неліктен трафик тарту өте актуалды кейбір сайттар үшін, өйткені кейбір сайттар мемлекеттік ақпарат тапсырысқа қатысады. Мемлекеттік ақпарат тапсырысқа қатысқаннан кейін ол жерде тех сипаттамасында айына осы сайтқа 30.000 қолданушы, 60.000 қолданушы, 20.000 қолданушы келу керек деген шарттары болады, және сол шартты орындау үшін кей кезде мәселен жаңағыдегідей тақырыбын өте қатты мейлінше аудитория шақыратындай етіп, айқайлатып қою деп айтады ғой, тақырыбын айқайлатып қою деп. Сондай мазмұнда тақырып қойып, кей кезде манипуляция тақырып қойып, немесе жалған ақпарат тақырыбын қойып, жалған жаңалық жариялау арқылы сайтқа трафик тарту жағдайы кездеседі. Бұны әдейі біліп жасайтын жағдайлар болады, немесе трафик тарту үшін, немесе білмей қателесіп жасайтын жағдайлар болады. Бұған дейін де осындай біздің қазақстандық сайттар бірнеше рет әлі де күнге дейін осындай жағдайларды бастан кешіріп келе жатыр. Сондықтан сізге ақпарат ұсынған кезде мүмкіндігінше өзіңіз ақпараттың мазмұнына қарауыңыз керек болады. Қалай? Ең бірінші жаңа айтып өткендей ақпарат айқайлаған тақырыппен қойылса, кей кезде YouTube-та болады, видеоларға бас әріптермен тақырып жазып қояды.
соңына дейін қараңыз, шок деген секілді сөздермен. Бұл да мейлінше өтірік болған, өтірік жалған ақпарат немесе манипуляциялық тақырып болуы мүмкін. Бұдан бөлек WhatsApp арқылы таралған кезде ақпараттың көшіріліп жөнелтілгеніне қараңыз. Одан кейін фейк ақпараттардың өзі бірнеше түрге бөлінеді. Мүлдем сенуге болмайды, яғни адам сенгісіз, зомби фейк деп айтады кей кездері. Сондай бір адам сенгісіз ақпараттар болуы мүмкін. Мәселен, жаңағы су құбырының ішінде спид ауру таралып жатыр деген секілді ақпараттар кездесіп қалады. Бананнан ауру жұғады екен, апельсиннен ауру жұғады екен деген секілді ақпараттар таралады. Бұның өтірік екенін бірден қабылдап, және де сенбей арға таратпаған жөн, және сол жазған адамға жауап жазып жіберуге, бұл жалған ақпарат екенін айтады. Одан кейін манипуляциялық тақырыптан мазмұндағы болады. Жалпы ақпаратты қандай да ақпаратқа, менің айтарым, қандай да ақпаратты оқығанда, көргенде тек қана оны ең бірінші күмәнмен қарап үйреніңіз. Күмәнмен қарасаңыз, одан кейін неліктен күмәнмен қарайтыныңыз туралы қисын пайда болады. Одан кейін ары қарап ерінбей тексеріп қарасаңыз болады. Факт-чекинг ресурстардан тексерсеңіз болады, немесе өзіңіз сол ақпараттың белгілі бір сөздерін алып Google-дың іздеу қызметіне салып, сол жерде жаңағыдегі мысалы банан ауру таратты іздеп көрейік. Мысалы банан арқылы эбола вирус жүруі мүмкін деген ақпарат мысалы тарап кеткен, бірақ соның артында банан арқылы эбола вирусын жүруі мүмкін емес деген ақпарат, сондай теріс деген ақпараттар шығады. Бұл WhatsApp арқылы таралған ақпараттың бірі. Банан арқылы неғандай ауру тарамады, эболадан бастап спидке дейін тарап жатыр ғой, қазір солай таратып жатыр WhatsApp'та. Соны іздеп сөздерін Google-ға іздеп көрсеңіз болады. Мәселен, мен зомби фейк, банан вирус тарап жатыр деген зомби фейк екені жазылған. Одан кейін суреттерді жаңағыдегідей сурет іздеуге Яндекс қызметін ұсынамын. Жаңағыдегі бір мысалда көрсеттім қалай болатынын, фрагмент арқылы іздеуге болатынын, және уақыт қойып іздеуге болатынын. Әзірге айтарым осы, ақпараттың тексеруге, мазмұнына байланысты жалған ақпараттардың. Рахмет. Шынымен сіздің көрсетіп жатқан мысалдарыңыз кәдімгідей біздің өзіміздің өмірімізден алынып жатқан мысалдар. Осы әсіресе соңғы кездері тарап жатқан ақпарат көп, сондықтан әр ақпаратты әркімнің өз шынына келгенде өзін қорғау ғой. Шынайы ақпарат қорғау. Әр адам шынайы ақпаратты тұтынуға құқығы бар, қорғау үшін беріліп тұрған ақпаратты тексере алу керек, тексеріп үйренгені дұрыс. Және сол мәдениетті, ақпаратты тексеру мәдениетін өзінің ортасында айтып насихаттағаны дұрыс деп ойлаймын. Рахмет презентацияңызға. Егер қатысушылардың сұрақтары болса, сұрақтарыңызды чатқа жазсаңыздар болады. Мысалға берілген мысалдардың ішінде жаңа мысалдар сіздерге таныс болып көрінген шығар, немесе өздеріңіз басқа мысалдарыңыз бар шығар. Күмәнданған ақпарат болса, сол туралы жазсаңыздар болады. Чатқа сұрақтарыңызды әлі қалдыруға уақытымыз бар. Сосын аяқтардың алдында, Жәнібек, егер сіз тест туралы айтып едіңіз. Иә. Жаңағыде мысалы осы неде мен бағана сілтеме бөлістік қой. Қазір экранды қайтадан ашайын. Экран көрінетін шығар, иә? Экран көрінсе, біз жаңа репортер, факт-чек KZ және 3. факт-чекинг ресурстарының коронавирус кет жобасынан бөлек, және де Интерньюз Қазақстандағы Интерньюз ұйымы Орталық Азия мемлекеттерінің азаматтарының ақпарат тұтыну деңгейіне зерттеу жүргізген болатын. Сол зерттеудің қорытындысы бар, және сол зерттеудің ақпарат тексеруге болады. Яғни өзіңізді сынап көруге болады, ақпарат тұтыну деңгейіңіз қаншалықты екенін. Бұл сілтемеге қазір мен қазақшасына өтетін сілтемені топқа чатқа салып қояйын. Бұл сілтемеге өтіп, сіз тест тапсыра аласыз. Интернеттегі жасыңды біл деген. Бұл тесттің
ерекшелігі неде? Бұл тест, мысалы, қай елденсіз дейді, Қазақстанды таңдайық. Бұл да сіздің ақпарат тұтыну, қабылдау деңгейіңіз, тұтыну деңгейіңіз, одан бөлек ақпаратты сіздің саралау, талдау деңгейіңіз, және де жалған ақпаратқа сеніп қалуыңыз, сенбеуіңіз, оны тексеруіңіз, одан кейін сол ақпаратты өмірде пайдалануыңыз, одан кейін мысалы жалған ақпаратты байқап қалсаңыз, оны ары қарай тоқтатуға қандай әрекет жасайтыныңыз, ақпаратты қайдан тұтынатыныңыз, телеканалдан ба, газеттен бе, сайттан ба, радиодан ба, әлде барлығынан ба, немесе тек біреуінен ғана ма, соның ерекше анықтауға арналған тестті қазір мысалы тапсырып көрейік. 25 сұрақтардан тұратын тест. Сізде кіріп, осы сілтемеге өтіп, яғни мен жаңа чатқа бөліскен сілтемеге өтіп тапсырып көрсеңіз болады. Қазір мәселен, жарнамасы бар ақпаратты оңай анықтай аласыз. Жаңа мен топта сұрақ көріп қалдым, қазір осы тест тапсырып көрейік, сосын жауап беремін. Жарнамасы бар ақпаратты оңай анықтай аласыз ба дейді. Сіз қалай анықтай аласыз ба, жоқ па? Мен мәселен көп жағдайда анықтай аламын. Жарнама бізде тағы да бір ерекшелік бар, бізде сайт негізі жарнамалық ақпараттарда жарнама екенін көрсетіліп тұру керек, бірақ көп жағдайда көрсетіле бермейді. Ақы төленген материал екені. Ал бірақ оны көп жаңалық оқып жүрген адам, медиа айналасында жүрген адам бірден байқап қояды, оның ақылы материал болуы мүмкін екен. Я анықтаймын. Қажет ақпаратты қайдан табуға болатынын анық білесіз дейді. Я, бұл өте маңызды, неліктен, өйткені сіз бір мазмұнда ақпарат көрдіңіз, мысалы, қандай мазмұнда, саяси мазмұнда, экономикалық мазмұнда, мысалы, экономикалық мазмұнда көрсеңіз, сіз мүмкін болса сол экономикалық жаңағыдегі салалық сайттардан іздегеніңіз дұрыс. Мысалы, ресми билікке қатысты ақпарат болатын болса, бұны биліктің ресми сайттарынан да қараған дұрыс. Тағайындауға қатысты ақпарат болатын болса, мысалы, Ақорданың сайты бар, информның сайты бар, әкімдіктің, министрліктің сайттары бар, ол жерде ресми ақпарат жарияланады. Одан кейін, мәселен, медицинаға қатысты бір қандай да бір шешімдер, бірдеңе байқап қалған болсаңыз, министрліктің сайтынан қарауға да болады. Немесе осы медицина тақырыбына маманданған сайттардан да қарауға болады. Осылай тақырып жалғастыруға болады деген ойдамын. Я қайдан табуға болатынын анық білемін. Сізде құрбы-құрдастарыңызды теледидарды аз көреді дейді. Теледидар қалай айтып отырмыз? Егер телевизор, бұл жерде теледидарды мен де және менің құрбы-құрдастарым да аз көреді, бірақ біз ютубтан қараймыз. Ютубтағы телеарналардың ютубтағы контентінде қарау бар. Бұл жерде теледидарды аз көреді деп жазайын. Жауап берейін. Фильмдер мен сериалдарды үнемі онлайн көресіз, кейде жүктеп аласыз дейді. Я, фильмдер мен сериалдарды стримдерден, түрлі әлемдік, немесе тмд аумағындағы стрим сайттардан көремін. Және жүктеп алуым өте сирек қазіргі таңда, өйткені тұрақты интернет бар. Әлеуметтік желіні жақсы көресіз, себебі басқамен араласу қызық әрі оңай. Әлеуметтік желіні басқамен араласудан қызық оңайдан бөлек, мен өзімнің медиа жүрген қызметіне байланысты қолданамын. Жақсы көремін, жауап берейін. Өзіңіздің түйінді шешімін шығару үшін әртүрлі дереккөз ақпарат салыстырасыз дейді. Осы жерде сіздің ақпарат дереккөз салыстыратын бірнеше сайтыңыз болған дұрыс. Бірнеше сайт, бірнеше паблик, және олар сізде закладкаде, яғни қойында сақталып тұрған дұрыс. Сол жерден бір ақпаратты кім қалай берді, ресми сайт қалай берді, мемлекеттік сайт қалай берді, мемлекеттік емес порталдар қалай беріп жатыр, соны салыстырып қараған дұрыс. Және де телеграм каналдарға жазылып алсаңыз, ол жақтан да қарап, салыстырып отыруға болады. Инстаграм аккаунттардан, парақшалардан салыстырып қараймын, я. Компьютер вирустар дегенде естіп қана қоймай, мұның екенін жақсы білесіз. Я, компьютер вирустар екенін қауіпті екенін білемін. Және ақылы антивирус қолдануды ұсынамын. Жалған ақпарат, фейк ньюс деген не екенін білесіз, оның салдарын түсінесіз. Я, өте жақсы білемін не екенін. Және салдарын түсінемін, және салдарын жаңағыдай осы айтып өттім. Мысалы, балыққа қатысты 2 жыл балық жеуге болмайды деген жалған ақпараттың өзі тұтас бір Шымкент қаласының балық сату индустриясы деп айтпай-ақ қояйық, балық сату кәсібіне қаншалықты әсер еткенін, теріс әсер еткенін. Бір күнде, 5 күнде жаңағыдай айтып жатыр. 2 тонна балық сатады, 200 килограмм балық сататын деді ма?
екі балық сата алмай қалдым деп айтып жатыр. Салдарын түсінемін. Тауар мен билет үнемі онлайн сатып аласыз дейді. Тауарды енді әр қалай, бірақ билет үнемі онлайн сатып аламыз. Интернет жұмыс істейсіз, әрі оны қалай істейтінін білесіз. Иә, деп жауап берейік. Иә, фото, кино сатып алуға ақы төлеп отырамын. Иә, дайынмын. Көлікте радионы жиі тыңдайсыз дейді. Жоқ, көлікте радио тыңдамаймын. Сенуге болатын және күмәнді ақпарат құралдары анық. Иә, мұны осы жерде ақпарат құралдарының сіздің сенетін ақпарат құралдарыңыз болуы керек. Яғни бұл жерде ақпарат құралының, яғни медианың бренд мәселесі алға шығып отырады. Медиа қаншалықты сенімді жалған ақпарат жариялаумен көзге түспеген болса, және жалған ақпарат жариялаған жағдайда кешірім сұраған болса, бұл медиа демек өзінің оқырманын сыйлайды, аудиториясын сыйлайды деген сөз. Және ондай медианы ақпарат қандай да бір күмәнді ақпарат туындаған, сол медианың жариялаған ақпаратына мән беру керек. Иә, және де өзінің осы жалған ақпарат, манипуляция мазмұндық ақпарат, тақырып қойып ақпарат жариялайтын медиаларда болады, және ол медиаларды айыра білу керек. Бұл баланс сақтау емес, сенімсіз анықтауға көп көмек етеді, медианың өзі де. Және бұл жерде журналист те, егер өзінің атын сыйлайтын және аудиториясын сыйлайтын журналистердің атынан жарияланған ақпараттар көп жағдайда рас, ақиқат болады, шын болады. Өйткені ол журналист ақпарат тексереді, өйткені аудиториясын сыйлайды. Я анық айыра аламын. Электронды кітаптар жиі оқисыз дейді. Жоқ, электронды кітапты жиі оқымаймын. Қағаздағы басылым жиі оқисыз дейді. Жоқ, қағаздағы басылым жиі оқымаймын. Газет шығармын, газетімді иә оқимын. Бірақ жиі емес басқа басылымдарды. Егер бақтан күмәнді ақпарат көрсең, редакцияға мұны түсіндіріп сұрап хабарласасыз ба дейді. Хабарласайын, бірақ Facebook парақшаларын жазатын кездерім болады. Немесе Instagram парақшаларын жазатын кездерім болады. Бірақ сирек. Сондықтан жоқ деп жауап бере берейін. Бірақ хабарласып ескерткен дұрыс, талап еткен дұрыс. Радиодан жаңалық тыңдайсыз? Жоқ, тыңдамаймын. Медианың ақпаратын бағалау үшін меншік иесі кім екенін білуге тырысасыз? Иә. Меншік иесінің кім екенін білу, бұл медиа ақпараттың мазмұнына да, яғни ол медианың қандай ақпарат таратып отқанына да көп ықпал етуі мүмкін. Мемлекеттік бақ, мемлекеттік емес бақ, қандай да бір мүдделі топтардың бақ, тиесілі бақ, олардың тарататын ақпарат мазмұндары әртүрлі болуы мүмкін. Бір белгілі бір оқиға жағдайға байланысты. Әлеуметтік желіде смартфонға тәуелді етіп қоятын ұнатпайсыз? Жоқ. Жұмысыма пайдаланамын. Толасты ақпарат легін өзіңізге қажеттісін табу қиын. Мен үшін қиын емес. Өйткені Google-дың іздеу қызметі бар, Яндекстің іздеу қызметі бар, арнайы кілт сөздер арқылы іздеу бар. Сол арқылы оңай тауып аламын керек ақпаратты. Егер ақпарат күмәнді болса, оны тексеру үшін туған туыс таныстарыңызға хабарласасыз? Иә. Егер белгілі бір ауданда, белгілі елді мекенде қатысты ақпарат шықса, және оның рас өтірігін анықтау үшін сондағы таныстарыма, туған туысқандарыма хабарласамын. Газетте жазылған, телерадиодан айтылған ақпаратқа сенуге үйреніп қалғансыз? Жоқ. Ақпаратқа сену өте қиын, қай жарияланса да. Жаңалығын жиі оқитын, көретін бір ғана ақпарат көзіне сенесіз? Жоқ. Олай бір ғана ақпарат көзіне сенуге болмайды, үнемі салыстырып отыру керек. Және де кім-кімге осыны ұсынамын. Коммуналдық қызмет ақысын үнемі офлайн төлейсіз дейді. Жоқ, тек қана онлайн төлеймін. Пропаганда не екенін жақсы түсінесіз? Иә. Түсінемін. Міне сілтемені ашып, нәтижесін көре аласыз. Жаңа бетте мен интернеттегі жасым 14-тен асқан, яғни әлеуметтік желілерді белсенді қолданады, аудиожазба тыңдағанын ұнатады дейді. Аудиожазба тыңдағанын ұнататын болғанда бұл не айтқысы келді екен? Газет сирек оқиды дейді. Иә, көп фото, жиі видео түсіреді. Жалпы әлеуметтік желіні мессенджерде өте көп қолданады. Бұл тестті тапсырғаннан кейін сіз орталық Азия тұрғындарының, дәлірек Қазақстан, Тәжікстан, Өзбекстан тұрғындарының ақпаратты қалай тұтынуын қатысты зерттеу қорытындысын таныса аласыз. Газет журнал оқисыз ба деген сұрақ бар. Қазақстандықтар күн сайын ақпарат қалай тұтынады, осы туралы мәлімет бар. Күнде Қазақстанда мәселен 4 миллион фото жүктеледі екен. Фотодан бөлек қаншама суреттер жасалып жатыр, оның арасында фейк суреттер де бар. Осы зерттеу ойлаймын, бұл зерттеу қорытындысымен таныссаңыз, сіз жалпы қазақстандықтардың интернетте не істейтінін біле аласыз, қазақстандықтардың қазнеті кімге сенетінін біле аласыз. 64% кімге сенетінін білмейді екен мәселен. Интернетке қанша төлейміз мысалы,
$5.2 дегеніміз 1,1 килограмм сиыр еті немесе 4,7 килограмм алма болып отырған. Осылай зерттеу қорытындысымен таныса аласыз. Медиа сізді алдап жатқандай сезімде боласыз ба деген сұрақ бар. Мұндай кезде не істейсіз дейді. Бұл жерде сосын видео да бар, видеоны да көруге болады. Бұның да мен сілтемесін жаңа тіке сілтемесін тастап қойған шығармын, тастап қойған болуым керек. Одан кейін жаңа Яндекстен, Гуглден жасырын іздеу мүмкіндіктерін мен жеке-жеке тоқталмай ақ қояйын, бірақ осында чатқа бөлісіп қоямын. Сен Яндекс іздеу қызметі қалай болу керек, Гуглда іздеу қызметі қалай болу керек, ол жерде өте тыңғылықты түрде жазылған. Өзіңіз қарап көрсеңіз болады. Енді топта факт-чекинг жасау барысында журналист ретінде Қазақстан Республикасы бақ туралы заңының қандай да бір олқы тұсын байқадыңыз ба дейді. Өте жақсы сұрақ, рахмет. Қазір мені жабайын, Факт-чекинг жасау барысында кейде болып қалады. Олқы тұс ол қандай да бір мемлекеттік органдардан, ресми мекемелерден жауап алу барысында, бір ақпарат тексеруге қатысты жауап алу барысында сұранысқа талап етуі мүмкін, одан кейін дереу жауап бермейтін жағдайлар кездесуі мүмкін. Осындай сұранысқа қазір өйткені медианың жаңадегі мемлекеттік орган немесе мекеменің 7 күнге дейін 7 күн ішінде жауап беруге рұқсаты бар. Одан кейін кейде ол 15 күнге дейін созылады, 30 күнге дейін созылады. Яғни бұл ақпараттың алу кезінде аздаған қиындық тудыратын жағдайлар болады. Бұдан бөлек тағы қандай тұстарын? Мәселен, жаңадегі осы олқы тұс осыдан шығып отыр ғой. Мәселен, ақпарат тарату барысында дереу жауап берілмей қалады жаңа ресми орган тарапынан. Одан кейін ресми орган тарапынан дереу жауап берілмегеннен кейін ол ақпарат жоқ кезде ол ақпараттың орнын басқа ойдан шығарылған жалған ақпарат басып кетіп жатады. Яғни журналистің мекемеден ақпарат алуының кешеуілдеуі, қиын болуы, бұл жалған ақпараттардың шығуына алып келіп соғады. Яғни ақпарат алу мерзімінің созылып кетуі екі түрлі әсер етіп отыр ғой. Біріншісі ақпаратты тексеруге әсер етіп отыр. Екіншісі ақпарат дер уақытында берілмеген себепті жалған ақпараттардың орнын толтыруына бір оқиға болған жағдайда да осындай бір әсерін көп байқаймын. Тағы сұрақтар болса, топқа жазсаңыздар болады, чатқа жазсаңыздар болады. Басқа сұрақ әзірге жоқ, бірақ мен сізден бір нәрсе сұрайын деп едім. Сіздер мысалы өз газеттеріңізде жаңағы арыстың мысалын келтірдіңіз. Сіздерде де ондай жағдайлар болады ғой, ақпаратты тексеруге тура келетін, әсіресе сондай шұғыл бір жағдайлар болып жатқан кезде. Сіздер өздеріңіздің газетіңіздің деңгейінде қалай жұмыс істейсіздер? Арнайы адам бар ма? Немесе әр журналистің көмегі тырыса ма? Бізде факт-чек енді қазір көптеген медиада факт-чек бөлімі бар ғой, бірақ бізде факт-чек бөлімі жоқ. Біз енді апталық газет болғаннан кейін, яғни күнделікті шықпайтын болғаннан кейін ақпарат жеделділігі аса бірінші орынға шықпайтын себепті мұндай қиыншылық аса қатты туындай қоймайды. Бірақ бізде осындай оқиғаны бағдарлап отырамыз. Апталық болғаннан кейін көбіне мақала түрінде береміз, жаңалық түрінде емес. Сол кезде комментарий аламыз. Бірінші сайттарды қарап шығамыз, ресми сайттар не деп жатыр екен ол туралы. Одан кейін сол оқиға орнындағы адамдарға хабарласамыз. Одан кейін жаңағыдегі сондағы таныс кісілерге, сол аумақтағы соған хабарласамыз. Одан кейін хабарласудан бөлек ақпаратқа күмән туғызу деген
бар, яғни ақпарат оны қарап, мазмұнын қарап, мынау күмәнді көрінеді өзі күмәнді ақпарат цифрларға қатысты күмән туындайды. Көбінесе цифрларға қатысты күмән туындап қалуы мүмкін, мынау бір адам сенгіз цифр болып қалуы мүмкін, адам сенгіз сан болып қалуы мүмкін, статистика болып қалуы мүмкін. Сол кезде ресми органның мәліметін қараймыз және статистика департаментіне кей кезде жауап сұрататын кездеріміз болады. Бұдан бөлек мәселен мынандай ақпараттар болады, кейде көп кездесетін жағдай бар. Мысалы, зейнетақыға қатысты, осындай зейнетақы азаяды екен, зейнетақы қысқарып қалады екен деген, немесе жәрдемақы, мынандай жәрдемақының жаңа түрі беріледі екен, мынандай жәрдемақы берілмейді екен деген ақпараттар бізде көбінесе WhatsApp арқылы келіп жатады. Рас па, өтірік па, сұрап біліп беріңізші деп. Бізде сұрақ жауап бөлімі бар. Сол бөлімде біз осы зейнетақы бойынша, әлеуметтік төлемдер бойынша жауап беретін мамандарға сұрақ жібереміз. Содан кейін кейде бір тұрмыстық фейктер деген болады. Мысалы, суда хлор көбейеді екен, осы уақытта су ішпеңіз деген ақпарат таралған кездер болған. Мәселен, сол бойынша жаңағыдегі су арнасынан ақпарат сұратамыз. Ол жақтан ақпарат сұратып, оның өтірік екенін, фейк екенін біліп отырмыз, бірақ ресми жауап болу үшін сол ресми мекемеден жауап аламыз, жариялаймыз, сұрақ жауап бөлімінде осыны жариялап отырамыз. Сосын осы таяуда ғана газетіміздің кешегі саны шықты. Сол кезде вакцина туралы сұрақ жауап бердік. Өте үлкен бір бетке вакцина жасату туралы қазір өте көп ақпарат шығып кетті ғой. Мына денсаулық кодексі кезінде вакцина міндетті, вакцина ерікті деген дау шықты. Одан кейін вакцинадан түрлі ауру пайда болады екен, дамуын тежейді екен, аутизмге шалдықтады екен, басқа да түрлі созылма аурулар қалыптасады екен, дамуын тежейді екен деген. Осындай бүкіл фейк ақпараттардың барлығын жинап алып, ең көп таралған 7-8 болды менің жобамда. Соның барлығын жинап алып, Түркістан облыстық қоғам денсаулық сақтау басқармасының осы екпеге жауапты бөлімінің маманынан бөлім басшысына сауал жолдап, оның жауабын алдық. Және осындай факт-чекинг мазмұндағы, ол жерде көптеген сұрақтар болды. Аутизмге шалдықтыра ма? Одан кейін мысалы екпе жаңадегі жатыр мойын ісігі деген, жатыр мойын ісігіне қарсы екпе салдыру, ол бедеулікке алып келеді екен деген өте көп не тарады ғой, ақпарат тарады ғой. Осыны да мысалы сұрадық. Бұл жерде 7-8 сұрақ болды. Тексертеміз. Көбінесе сұрақ жауап бөлімінде біз осындай жариялау. Одан кейін WhatsApp өсек, WhatsApp әңгіме деген айдар бастаған біз, бірақ қазір олайда тоқтап қалды. Сұрақ жауап бөліміне ауысып кетті олайдар көбіне. Бұрын алғаш солай басталған. Сол жерде апта көлемінде қандай да бір фейк ақпарат өте жиі таралған болса, тұрмыстық фейк болсын, қандай да бір ұлттық мазмұндағы фейк болсын, араздасатын мазмұндағы фейк болсын, сол ақпаратты алып, сол ақпараттың ресми жауап жарияланған болса, соны газеттің бірінші бетінің бұрышына, төменгі бұрыштарына беріп қоятын кездеріміз болған. Бұл да жақсы, өтімді болады деген ойдамын. WhatsApp өсек, WhatsApp әңгіме деген атаумен шыққан. Бірақ қазір сұрақ жауап айдарына ауысып кетті. Сіз үшін біздің елде кәсіби біліктілігі жоғары факт-чекер кім дейді? Мен факт-чек KZ мәселен осы сайты бар ғой, осы қазір осы сайттың командасын мен кәсіби факт-чекерлер деп ойлаймын, және соның ішінде кеше осы бірінші күні осы менің 3 күндік курстың бірінші күнінде өткен Павел Банников мықты факт-чекерлердің бірі саналады, бірі деп есептеймін, яғни ең білігі жоғары факт-чекер деп сол есептеймін. Және де осы факт-чек KZ-те көптеген авторлар бар. Сол авторлардың барлығын дерлік жоғары деңгейдегі факт-чекер деп есептеймін. Және бір мысал ретінде айтып өтейін. Осы мен ертең 2019 жылы қыркүйекте Кемекс бағдарламасымен ақш-қа барған кезде бізбен бірге Қырғызстаннан факт-чек KG осындай факт-чекинг ресурсының редакторы Болат Теміров деген кісі барды. Бірге 15 күндік сапарда болды. Міне көршілес елден, яғни қырғыз елінен осы Болат Теміровті да өте мықты, өте кәсіби ретінде. Одан кейін
Бізде фактчек KZ, яғни фактчек KZ қазақшасының редакторы бар, Думан Смахов деген жігіт. Ол жігіттің де фактчекинг бойынша біліктілігі өте жақсы, көптеген тренинг курстарға қатысқан. Мен Фейсбукта және мысалы Думанның көптеген посттарынан қарап отырып, көптеген мысалдар аламын. Фактчек қазақшасында бір бөлісіп қояйын топқа. Осы топты парақшаға кірсеңіз, сайтқа кірсеңіз, сол жерде көптеген авторларды білуге болады. Материалдардың астарында авторлар жазылып тұрады. Қай-қайсысы да жақсы мықты фактчекерлерге жатады. Жазып қояйын. Болот Теміров деп. Аттарын берсеңіз, немесе сілтемелерін Facebook парақшаларына. Сосын біз сұрайық деп едік, Жанбек, мысалы, бір жағынан тұтынушы ретінде, бір жағынан журналист ретінде қойылып жатқан сұрақтарға қарағанда, журналистерде бар сияқты, қандай осы онлайн ресурстардан бөлек, қандай әдебиет ұсына аласыз, білімді көтеру үшін әлі, білімін арттыру үшін журналист болсын, жай ақпарат тұтынушысы болсын, әлі де қажеттілік үлкен сияқты, жалпы елдегі ақпарат тексере алу қабілетін арттыруда. Сол жағынан, мүмкін факт-чекинг жағынан қазақ тілінде ресурстар жеткілікті емес шығар енді қазіргі күнге. Бірақ, мысалға, журналистика бойынша жалпы өзіңіз ұсына алатын, кеңес бере алатын ресурстарды айтып өтсеңіз. Сосын мен тағы бір рет, мысалға, 1, 2, 3 деп ақпарат оқығанда неге мән беру керек, соны бір қайталап айтсаңыз. Қазір, рахмет. Мен жазып қояйын. Жаңа кімді парақшасына мәселен Думан Смахов деген, осы фактчек KZ қазақша бөлімінің редакторы. Мен алғаш өзім журналистикада өте біліктілігі адам білімін жетілдіруге, яғни кәсіби білімін, медиа жалпы сауатын арттыруға өте жақсы көмектеседі деген, өзім 2008 жылы журналистикаға мамандығын оқуға түстім. Содан бері, мысалы, өте көп оқитын, қайта-қайта әр шығарылымын қайталап оқитын ол оқулық бар. Ол қазір сілтемесін бөлісіп кетейін. Медианет журналистика орталығы шығарған практикалық журналистика кітабы. Бұның қазір меніңше 3-ші шығарылымы шықты деймін. Осы кітапты мен өте аса сапалы, қажет, оқуға лайық кітап деп ойлаймын. Практикалық журналистика деп неге жазса, PDF нұсқасы шығады. Осы кітапты оқуға ұсынамын. Практикалық журналистика кітабын. Одан кейін сілтемесін бөлісіп қойым, осыны тауыптым. Осына сілтеме жасамай қалыпты қазір. Қазір бұл Source Қазақстан қорының да бір жағынан қолдауымен шыққан кітап болатын. Сол жаққа да қазір алып барғалы отыр. Бір бөлісіп қояйын сілтемесін. Осы кітап журналистикада өте көп пайдасын тигізеді деген ойдамын. Одан кейін тағы да бір не бар? Жаңа да факт-чекинг туралы кітаптарды айтып өттім ғой. Одан кейін бізде қазір New Reporter деген біздің сайтымыз бар, қазақшасы бар. Осы сайтта да біз көбінесе журналистикаға қатысты
көп мәліметтер, медиа кәсіптілікті дамытуға арналған көптеген мәліметтер жариялап бөлісіп отырамыз. Бұл жерде тағы да бір қазір сайттың демонстрациясын жасайын. Мәселен, біздің жаңа репортер деген сайт бар. Осы сайтта біз жариялап отырамыз медиа сын айдарын. Осы өткен жылдан бастап дамытып жатырмыз. Авторларымыз қалыптаса бастады. Қазақ тілінде, орысшасы да бар, қазақшасы да бар. Осы жерде апта сайын Қазақстан телеарналарының қорытынды ақпарат бағдарламасын неге үлкен шоу жасаймыз. Бұдан бөлек түрлі қазақ медиасындағы түрлі контентке, тақырып мазмұнына, немесе оның бір ерекшеліктеріне, визуалына, тағы басқадай қырларына түрлі авторларымыз медиа сын жасайды. Мысалы, ойлаймын, журналистикада қандай да бір кәсіби біліктілігін арға жетілдірем деген кісілерге осы медиа сын айдарында бір қарап қойған сияқты пайда тиеді деген ойдамын. Және осы New Reporter сайтында ақпарат тексерудің көптеген тексеруіміз ақпаратқа жаңағыдегі бөлісіп қояйын. Мәселен, оқып үйрен деген не бар осында. Бұл жерде түрлі журналистерге арналған көптеген мәлімет беріліп отырады. Не білу керек, заң тұрғысынан, басқа құқық тұрғысынан, одан кейін түрлі сервистер, одан кейін мысалы суицид тақырыбында жазылмаған қағидасы, яғни суицид тақырыбында қалай жазу керек деген туралы да айтып өтетін кездер болады. Одан кейін бұдан бөлек мен өзім бір қарайтын не бар. Жаңадан мысалы бәрі-бар KZ-тің қазақ тіліндегі, Қазақстандағы қазақ тіліндегі меніңше контенті ең сапалы бақ шығар деп мен өзім есептеймін. Бәрі-бар KZ-ті. Осы бәрі-бар KZ-тің медиаға бетбұрыс деген өте жақсы тамаша айдары бар. Бұл медиаға бетбұрыс айдарының кереметі, қазір мен істеп көрейін, шығарып беретін шығар бізге. Медиаға бетбұрыс. Бұл айдарда түрлі журналистерменен сұхбат ұйымдастырады. Егер мәлімет шығарту негізі екеуден көп болатын бұл. Осы айдардың да журналистикаға қатысты көп ақпараттарын алып пайдалануға болады деген ойдамын. Оқулықтардан меніңше осы әліппесі Қазақстанда практикалық журналистика. Осының 3 шығарылымы шыққан болу керек. Бірінші сонау 2008-де шықты ма екен, 2007-де шықты ма екен. Мен содан бастап оқып келе жатырмын. Осы кітапты да оқып отыруға ұсынамын. Мысалы, басылымдарда болу керек қазір басқа нелері. Медиа сайтына жаңа шықпай тұр, неге екенін. Осы ұсынатын қызметтерім ресурстар ретінде. Бірақ ойлаймын, практикалық журналистика кітабын содан бастаған бұрыс шығар. Орысша, енді орысша кітаптар өте көп. Одан кейін тағы бір не бар? Телеграмда каналдар бар. Менің мысалы телеграмымда қазір айтайын, медиаға қатысты өзім қаншама каналға жазылып алғам, 20-дан астам каналға жазылып алғам. Соның ішінде қазақша каналдар да бар. Журфак деген канал бар, Журфак чат деген чат бар мәселен. Одан кейін Қатал редактор деген канал бар. Сосын қазақ медиасы туралы деген канал бар. Бұл да өте журналистика туралы өте жақсы мақалалар жазып отырады. Одан кейін орыс тілді көптеген каналдар бар. Қаласаңыздар, оның да сілтемесін, жаңағыдегі мен мұнда Google-дың сілтемесін бөлістім ғой, сол жаққа салып қоямын каналдарға, өзім жиі оқитын каналдарға. Рахмет, Жанбек. Бірақ ол сұрақ енді бізге арналған сұрақ сияқты. ақш-та өтетін білім арттыру курсына қалай қатысуға болады деген сұрақ. Алия, рахмет сұрағыңызға. Мен бірден мына жерде бір сілтеме берейін. Сұрағыңызға жауап бермес бұрын. Бізде жақында осы маусым айында журналистерге арналған
вебинарлар өтеді. Соған егер жазыламыз десеңіздер, ол вебинар пандемия кезінде денсаулығы туралы, денсаулық сақтау туралы қалай жазған дұрыс журналистер, қалай қызықты және дұрыс дерек беріп жаза алады деген тақырыптағы вебинар кеше ғана жарияладық, әлі жазылып үлгересіздер. Осы сілтеме арқылы өтіп, біздің елшіліктің фейсбугына сілтеме. Ал негізі журналистерге арналған бағдарламалардың түрі көп, оның жаңағы Жәнібек қатысқан бағдарлама енді ол ақш-қа жіберілетін бағдарлама журналистер, сондықтан қазір ол әлемдегі жағдайға байланысты тоқтап тұр. Бірақ бөлек мүмкіндіктер бізде көп, әлия ең оңайлы бізбен байланыста болу шығар. Бізге хабарлассаңыз болады, мен мұнда имейл қалдырайын. Сол имейлға жазып, өзіңіздің байланыс деректеріңізді маған жіберсеңіз, болашақта хабарласып сізге ақпарат беріп отыратын боламын. Бірақ негізінен былай айтып өтсем, біз жыл сайын сол жаңағы Камес бағдарламасы аясында бар, орталық азиялық журналистерге арналған бағдарламалар. Алматының өзінде немесе мысалға ақпан айында Нұр-Сұлтан қаласында Қазфорум өтті, жылына бір рет өтіп отыратын медиа форум, қазақ тілді медиаға арналған. Өңірлерден жиналатын, Жәнібек мысалға өзі де болды. Сосын Бішкекте орналасқан біздің дизайн хаб деген орталық бар, сол арқылы да тренингтер өтіп отырады бізде. Кейде былтыр мысалға желтоқсан айында сол жерде факт-чекинг бойынша өтті бір тренинг. Сондықтан енді әр жолы әртүрлі. Мысалға қазіргі өткізгелі отырған вебинарымызда сарапшы американдық медицина саласында жазатын журналист, эксперт. Ол мысалға жыл сайын өтетін бағдарлама емес, кейде осындай жағдайға байланысты қажетті тақырыптарда маманданатын тренерлерді тауып біз өткізіп отырамыз. Ол үшін енді біздің фейсбукқа жазылыңыздар, бізбен байланыста болыңыздар. Астанадағы біздің қызметіне немесе Алматыдағы ақпаратты енді бізбен ылғи да байланыста болып отыратын журналистерге міндетті түрде жеткізіп отырамыз ондай мүмкіндіктер жайлы. WhatsApp-қа жібердім. Міне чатта Астана пресс-тің елшіліктің сөз қызметінің имейлында жазды әріптестерім. Осы екі имейлді өздеріңізге қойсаңыздар болады, бізге хабарласыңыздар болады. Егер де тағы сұрақтарыңыз болса, чатқа егер Жәнібекке арналған сұрақтарыңыз болса. Жаңа мен сіз толықтырғым келеді, мәселен осы бізде қазақстан журналистикаға қатысты көптеген тренингтер болсын, семинарлар болсын, воркшоптар болсын, көбіне осы Қазақстандағы ақш елшілігінің ұйымдастыруымен болатын көп шараға қатыспын ойлап отырсам. Және ұсынатыным жаңа сіз айтқандай осы елшіліктің немесе Алматыдағы бас консулдықтың Инстаграм парақшасы немесе фейсбук парақшаларынан мәлімет алып отыруға болады. Хабарландыруға шығып отырады. Соны айтқым келеді. Егер басқа сұрақ болмаса, мүмкін онда сессиямызды сағат 8 болып қалыпты, сессиямызды тәмамдасақ болатын сияқты. Егер тағы да сілтемелер болса, сілтемелер жіберсеңіз болады. Бұл чат білуімше видеомен бірге сақталады. Сіздерге рахмет, Әлия. Жәнібек, сізге рахмет. Болашақта сізге рахмет. Факт-чекинг бойынша тағы да қазақ тілінде, орыс тілінде осындай әлде
воркшоптар ұйымдастырамыз деп ойлаймын. Жалпы журналистердің біліктілігін арттыруға бағытталған бағдарламаларға көп көңіл бөлеміз. Сондықтан әлі де соңғы рет емес деп ойлаймын кездесуіміз. Сізбен де, қатысушылармен де. Көп рахмет. Мен осы сіздерге де көп рахмет. Мен сілтемені қайта бөлістім. Мысалы, Google Drive-тағы сілтеме. Осы парақшаға мен толықтырып салып қоямын. Жаңағыдай осында салған сілтемелерді қайтадан. Жақсы. Рахмет. Енді осымен қазір сессиямызды аяқтаймыз.